Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. И бүгінгі влог, бүгінгі видео қай жерден басталып тұр? Так, кім табады? Жаңа жерден соңғы менің влогымның соңғы минутына дейін көргендер қазір түсініп жатыр. Мен айтқан болатын, біздің арғы квартирамыздың арендасы бітті. И біз жаңа жаңа квартира табуға мәжбүр болдық. Жаңа квартира іздедік, таптық. Сонымен қазір сол жақтамын. Сол жақтан жаңа влог наконец-то басталып тұр. Соңғы жаңалықтардан уже бүгін 10 сентябрь, шатаспасам, и уже біздің сабағымыздың бір аптасы аяқталды. Бүгін пятница күні, и біздің сабағымыз 6 күні басталған болатын. Көбісі сабақтың форматы жайлы сұрап жатыр. Біздің сабағымыздың форматы аралас форматта болады, яғни лекциялар онлайн, семинарлар, практикалар офлайн. Қазір өте көп адамдарда солай форматта болатқанын мен білемін. Әнде мен қайтадан сіздердің жазатындарыңызды біліп, алдына жауап беріп кетейін. Мен заңгер мамандығының 4-ші соңғы курсында Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар университетінде оқимын. Осы жерден бұл жылы енді сұрақ болмайды деп үміттенемін, бірақ бәрібір болады, но все-таки сіздердің кішкене мен туралы білетіндеріңізді жаңартып жатырмын. Солай сабаққа біз 3 рет барамыз аптасына. Бүгін пятница күні мен бүгін барған болатынмын. Сіздерге 2 жылдан, 1,5 жылдан кейінгі универге барғанымызды барлығын көрсетейін деп ойлаған едім. Бірақ та понедельник күні біз 1-ші күн барған болатынбыз. 6 сентябрь күні сол күні маған инстаграмда подписан адамдар білетін шығар. Мен айтқан болатын, біздің универ просто 1-ші күннен бізді шок қылды. Точнее, менің оқитын группамды. Өйткені менің оқитын группамды жауып тастағанда біз сол жерде оқитын мен одногруппниктарымды басқа группаларға бөліп тастаған 2 адамнан. И мен де просто танымайтын группаға қарай бөліп тастады. Мен білмейсіздер ме, өте необщительный адаммын. Мен бір жаққа үйренісуім өте жай болады. И мен өте ұялшақпын. Сонымен енді настроениям түсті, барлығымыз настроениям түсті. Енді Мерей, Диана менің одногруппницаларым емес. Формально былай айтқанда мен арайменен бір группаға лақтырып, өйткені екеуміздің фамилиямыз бір жақта тұрғандықтан. Сонымен бүгін қалай алаңдап бардым, негізінде қалай болады екен, үйрене аламын екен ол группаға, қалай болады екен деп. Бірақ маған повезло деп айтсам болады, өйткені шынымен жақсы группа екен, жақсы тіл табыс кеттік деп айтсам болады. Былай да біз 2 жыл көріп жоқ қой бір-бірімізді, 4 жыл, иә. Бірақ біз ешқашан бір сабақта, бір группада болған емеспіз да, сол үшін солай. Бірақ та өте жақсы адамдар екен. Мен осы күні осы түсінгенім, барынша проще болу керек екенші. Проще болсаң, барлығы саған бұл өмірде жеңіл болады екен. Сол мен қазір енді үйге енді келдім. Қазір кешкі сағат 8:30. Көп жұмыстарымды бітіріп келдім. Бүгін мүлдем түсіре алмадым влогта, ары-бері жүгіріп жүрдім. Плюс жаңбыр жауып кетті. Бүгін Алматыда өте қатты. Сонымен қазір үйге келіп, үйді кішкене реттеп, влогты бастайын деп шештім. Қазір менде бірінші нәрсе тапсырма өзіме бұл нелерді босату, ыдыстарды орнына қою. Точнее, мен мына жерден біздің раковинада, ыдыс жуатын кішкентай жер, типа сушилка сияқты жер бар екен. Мен соған ыдыстардың барлығын қазір осылай жуып болған соң қойып қоямын. Кепкенін потом барып орнына қоямын, суғып қоймай. Сол үшін, конечно, бұл қатты шашылып тұрған сияқты көріну мүмкін, 2 жұмыс болуы мүмкін, бірақ ыдыстардың барлығы сухой болып орнына қойылады. Маған өте қатты ұнайды, чтобы қасықтарды даже сухой қылдырып қоямын мен. Енді мен ваннаны жуғым келіп тұр, сондықтан да осы нәрсені кішкене сеуіп қойын деп жатырмын. Бұны сепкеннен кейін кішкене бір 10 минуттай тұру керек, потом спокойно жуылады. Не стирка сала салайын, қазір таңдалайын қандай қоятынымды. Хлопок. Мен нелер жуып жатырмын, полотенцаларды. Так. Хлопок эко деген ол қанша? Ол не вообще? Еще, кстати, мен уже баяғыда үй киімім киіп алған болатым. Еще маған бір тиктоктағы бір прикол есіме түсті да. Прикол бар ғой. Покажи или расскажи мне, что ты казах, не говоря об этом, дейді. Вот қараңыздар, қазақша кілем, қазақша көрпе. Сразу қандай кімдердің үйінде, қазақтардың үйінде екені түсінікті болады. Просто маған ақ диванды жалко да, кіргіп қойған, поэтому мен всегда осындай нені төсеп қойып шештім. Маған даже мынау нелерді жалко, подушкаларды, соның сыртына не алғым келіп жүр.
қаптайтын әдемі бір однотонный размерлерін қарап, базарға барахолкаға барғанда қарау керек. Вот, а то обал ғой айтыңыздаршы, иә. А еще бізде дала бүгін просто нереально суық болып кетті. Наверное, күздің алғашқы суық күні, сол үшін жауып тастайықшы, үйдің бәрі суық болып кетті. Еще бізде қазір осы жолы дворымыз бір-бірімізге қарайды үйлерші. И осылай қараған өте странно, да, өйткені жаңа терезеге жақындасаң, уже прям четко барлығын көре аласың, даже үйінің ішінде не істеп жатқаны көрінеді, прикиньте. Мен часто вообще забываю болғанда, мен просто өзім көзім қатты зрением очкисіз жетпейді ғой, мен типа өзім көрмесем, значит, мені де ешкім көрмейді деген деп ойлаймын, да, как-то тупо бар ғой, дұрыс емес, конечно, мен оны қолдамаймын, но вот, вообще көріне ме, көрмей ме, қалай ойлайсыздар? Бірақ мен өзім барлығын көремін, жатқандарын төсекте. Тек, кстати, есіме түсіп кетті, мен жақында осындай косметикалар алған болатынмын. Қазір сіздерге соларды көрсетейін. Шашымды шешіп қойыншы, әдемі шаштарымды көрсетіп. Кстати, мен шашым уже мен жыныма тие бастады. Өйткені мен шашыма қалай укладывать етуге болатынын вообще білмеймін. Өйткені ертесіменен тұрасын, жуғаннан кейін олар былай болып тұрады, андай балапан шаштар емес, спрей жағы кішкене болсын басамын. Но все, болды, өйстіп жүре бересің, жыныма тие береді, жинап қойсам, вообще бір түрлі көрінетін сияқты. Сол үшін сіздерден көмек сұрағым келіп тұр. Наверное, инстаграмда да сұрайтын шығармын. Маған дайректке инстаграмға осындай қысқа шаштарға вот не істесе болады, вот нормально, оңай, қандай прическа, типа прическалар бар жасауға айтыңыздар. Өйткені мен қолымнан көп нәрсе келмейді, сол үшін оңай прическалар жіберіңіздер. Пожалуйста, табамай, мен тапқандарым бәрі бүйтіп өретін, қиын. Мен ондай қолымнан келмейді, мен сондай қолымнан келмейтін адаммын енді. Так, не алдым, көрсетейін, очкимді киіп алайын біріншіден. Осындай екі пакетик. Мен білесіздер, подругам, Диана деген подругам тойы болған, соның тоже косметика магазині бар онлайн, косметикамен айналысады. Содан тағы да покупка жасаған болатынмын. Так, бірінші ол әрине уход. Уходты қалай жақсы көреді. Сөйтіп камерамен қалды. Короче, бірінші ол муашка Хеймиштікі. Өте танымал муашкалардың бірі. Көпсіңіз білетін шығарсыздар. Вот осындай маған, мен уже бір рет қолданып көрдім, и маған шынымен де қатты ұнады. Текстурасы как будто глина сияқты, сорт цвет ішінде. Бетті прям реально жақсы қылдырады. Менің бетім білесіздер, тфай-тфай ешқандай жаман нәрселері жоқ. Там акне, болячкилар, осындай нәрселер жоқ та, покраснение. Но если продукт жаман болса, маған жақпаса, менің кожам оған ответ сразу береді. Яғни жақып, бетімді, мысалы, мумашкамен жуып, сүріп болған соң бетім прям ұнамаса, тырысып жаман болып қалады да, или там қышып деген сияқты. Поэтому надан кейін просто менің кожам күшті болды, поэтому жақсы ұнады, қуаныштымын. Екінші зат ол шербет. Негізі шербетті бұрында не үшін екенін, не үшін қолданатынын білмейтінмін. Бірақ сол Дианалардың үйіне мен қондым ғой той кезінде, Дианада осы шербетпенен қолданады екен. Потом маған ол өте қатты ұнады. Шербет деген бұл макияжды кетіретін нәрсе. И вот үлкенін алдым, Zero розовый. Ішінде осындай қасығы бар, бетке жағу үшін. Бұл нәрсе мен уже қолданып көргенмін, жаңа сондықтан да уже білемін, да. Әлі бірақ ашқан жоқпын, даны сіздерге көрсету үшін. Келесі ол Элиспун, білмеймін қалай екенін. Вот рассыпчатая пудра, өмірімде бірінші рет алып тұрған рассыпчатая пудра. Алдында влогта көрсеткен болатын, пудрам сынып қалды деп вот соған осындай алдым. Әлі тоже ашқан жоқпын. Білмеймін не айтатынды, қолдан көрсеңіздер, расына рас кетіңіздер. Келесі ол осындай Биаренің SPF-касы. Мен SPF-камда бітіп қалған болатын. Бұның мен білесіздер кішкентай нандай қолданғанды, сондықтан да тоже білем бұның жақсы екенін, мен кожама жақсы жағатынын. Келесі ол осындай карандаш для губ, ненікі, Мистейстікі 780-ші оттенок. Келесі ол осындай Катристің гель деп блеск для губ, бірақ бұның үлкейтетін эффекті бар дейді. Типа ана Dior'ның бэкстейдж деген, или бэкстейдж, короче, сондай несі бар ғой. Dior'ның барлығын танымал блеск для губ. Вот соның аналогы, яғни үлкейте ма, үлкейтпей ма білмеймін, бірақ жаққаннан кейін прям ерінді суық қатырып тастайды. Вот сол эффект бар. И потом гель для бровей. Тоже ненікі. Мен жақсы көретін өзімнің атын ұмытып қалдым, бірақ та Art Visage, кажется.
тоже да, арт визаж алдында тоже бітіп қалды, сынып қалды деген болатын. Вот осыларды алдым. Қазір енді бұның барлығын орнына қою керек заттарды. Еще мен әлі налшудан келген бір сумка уходтарын босатқан жоқпын. Қараңыздар, ішінде мынаның барлығы толған уход. Ішінде тола прям, и бұның шешен алғанмын заттар босатып. Мен білмей жүрмін просто қайға қоятынды. Менде ішінде осында не бар, типа холодильникке қоясын, потом беті көзіңе қоясын, көзіңді типа сігені сондайларды кетіреді. Ішінде тола прям содан нәрсем. Осыны қазір босатамын, босатпаймын білмеймін. Еще косметичкаларымды босатқан жоқпын. Мен басымды күнде жуамын, өйткені қысқа шаш болған соң, и қазір от мысалы мен бүгін кеше түнде жудым, мысалы қараңдар, как будто бір май сияқты да. И, кстати, мен сіздерге қазір өзімнің новый алған шампуньімді көрсетейін, өйткені ол маған өте қатты ұнады. Алдына Магнумға барғанда әдейі сондай танымайтын бір брендтікін алып көргім келді. Қазір алып келейін. Так, бірінші ол осындай, так, свет қоса. Осылай жақсы сияқты, бұл шампунь көрсетем дедім ғой. Вот, мынандай шампунь, осындай брендтікі, мне кажется. И бұның иісін просто, как будто басында сен духимен жуып атқан сияқтысың. Вот, реально, сон иісі күшті. Вроде составы да тоже жақсы сияқты. Вот, мен шашыма қатты прям андай восстановление деген сияқты керек емес, өйткені шаштарым менде қазір бояғандардың бәрін кесіп тастағам, вроде нормальный шаштарда, бірақ маған более объемный шаштар керек болып тұр да. И потом осындай бальзам ополаскиватель алдым, тоже сол брендтікі, тоже сол екеуі вот бірдей қылдырып, и просто иістері қандай күшті прям, ну реально. Еще мен шашым қазір қысқа, и кішкене де қосам, мына екеуі маған жаңа жылға жететін сияқты. Так, мен полкаға келдім, не алуға, ферри алуға. Кстати, осы жол осындай новый ферри алып көрдім. Бір-екі блогердан көрген болатынмын тұрғаннан задний фонда. И прям қараңыздар, өте сондай стильный, әдемі сияқты. Несі де жақсы, составы да вот айтатыны, и бағасы да өте жақсы. Вот, и осындай зубный щетка алған болатынбыз алдында барғанда. Ой, паста, сплэттікін тоже осы жақсы деп айтқан болатын. Жидкое мыло и мына нәрсе. Қазір осыны мен шығарып қойғыр, өткен аяқта бітіп аттыр барлығы. Так, сендер пока что артқа тұра тұрыңдар, братишки. Сендерді қазір аламын, и сені тоже, наверное. Қайсын алам, сені ала салайын. Все, достар, мен ваннаны просто идеально чистый қылып қойдым. Ванна, туалет, раковина жуып, полын жуып. Ой, сыпырып, ертең жуам, бүгін жуған жоқ, ертең үйдің бәрін полын жуам. Вообще, қазір уборка істеп кететін, просто ертең ерте тұру керек та, и соменен тоқтай қойып ота дедім. Соменен қазір енді душқа бара жатырмын айтқандай. Кстати, мен жалғыз тұрып атқан жоқпын. Менің қасымда сіздер өте көптен күткен адам бар, қазір көрсетем. Ол Мики Баука. Вот қайтан екеуміз тұрып атыр. Бауканың сабағы басталды. Ол да тоже аралас форматта оқиды. Аурысым. Вот сол. Енді Баукамен қайтан бұрынғыдай Бауканың бірінші курсы, мен екінші курсымдандай локторда көріп тұратын шығарсыздар. Бізді Құдай қаласа, барлығы дұрыс болса. Вот сіздердің сабақтарыңыз қалай болатыр? Жаңа қайтадан мектепке, универге, оқу орнына, жұмысқа оралғандарыңыз қалай болып жатыр? 2 жылдан кейін жаққа жазып кетсеңіздер, ой, комментарийға жазып кетсеңіздер, қызық болады, мен оқимын. Ал кеттім мен душқа. Мерейденде қонақта. Айтқан соң көрінді. Давай. Ташкентский чай. Балғайда бал. Фирменный, ішінде бар. Сомневаюсь. Фирменный, а так. Не ашсайын курс. Сатсай, гайдпа. Ташкентский чай жасаудан. Сен надан мерей бизнес. Су апа қойшы. Апа? Арай. 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 Давай. Я отсюда ұйықтап атқан емес. Мерей бізге мороженое берді, түсірші деп атыр. Вот, мороженое, чипсы берді. Рахмет, Мерей. Арайды оятып алдық ұйықтап атқан жерінен. Біз үшін емес, мороженое үшін тұрды. Подмечу осы нәрсені. Так, мен уже үйге келдім, душқа түсіп шықтым.
Сағат түнгі 3 болып қалды уже. Так, бүгін вообще жалпы не болған түсінбей жатсаңыздар, өйткені резко Мерейдің үйінен басалып кеттім. Бүгін бізде суббота, и мен ертеңсіменен бір жұмыстарменен сыртқа шығып бітіріп келдім. Үшке дейін, короче. Үйге келіп, ұйықтап қалдым. Одан кейін ұйықтап аттым, маған тұрсам звондап тастапты Мерей, Арай, барлығы мені оята алмай, Баукада сыртта болған, Баукаға да звондап. Соменен, короче, үйге кел деп қонаққа, Мерей қонаққа шақырып жатыр екен үйіне. Сомен сол жаққа бардым, кешкі сағат 9-да шақырған, 9:30-10-ға таман бардым. Соқта оттық қыздарменен, әңгіме айттық, жаңа көргендеріңіздей. Өзіміздің студенттік бірінші курсымызды еске алып, күшті сондай душевный дейді ғой, вечер болды. И не жұмыс. Менде қазір қайттан ерте тұру керек, сағат 7:30-да воскресенье болса да, өйткені мен қазір бір жұмыстарымды жасап жатырмын, әлі айта алмаймын не жұмыс екен, өйткені көз текет деп тағы болмай қалса ұят болып қалады. Бірақ та ол кәдімгі көп блогерлер айтатын сияқты үлкен проект, ойбай күшті нәрсе болады, күтіңіздер деп айтпай қояйын. Өйткені ондай нәрсе емес, просто болған кезінде айтамын. Жасырмай барлығын айтатын боламын. Болмай қалса да айтамын. Сондықтан да соны бітіріп келу керек. Кешке дейін 6-ға дейін болатын шығар, или бүгінгідей жақсы ерте бітсе, ерте жүрсе тіптен жақсы болар еді. Өйткені мен кешке қайттан жаңа Мерей Арайларды үйге шақырғым келіп тұр. Тамаққа әлі не точно. Өйткені ертең план бойынша бізде Баука повар болу керек болатын. Қазір Баукадан сұраймын, не тамақ, қалай болатынын. Сосын барып шешетін боламын. Сол үшін тезірек, еще қазір мен сағат 3 дедім ғой, бірақ та кішкене шашым кепкенше, бүгінгі сіздердің қазір көріп атқан влогтың монтажын бастап қою керек. Өйткені ертең жаңа айтқандай қыздар келіп, сондай продуктивный план көп күн болса, монтаж жасап үлгермей қалуы мүмкін. Мен видеоны уже понедельник шығады деп стористе айтып тастадым. Сол үшін қазір басын бастап қою керек монтажды. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен жұмыстарымды бітіріп келдім. Кешкі сағат 5:30 болды. Қатты шашып отқаным көрініп тұрған шығар. Мен сіздерге қазір мен кішкене үй киімді киіп үйді реттеп алғанша, алдында мен братишкаларым келген болатын. Нұрмен Біржан 30 менен 1-ның арасында үйде болған болатын осы жақта. Соларды мен фэнтези паркке алып барған болатынмын. Сол жақта дегізіне влог түсірген болатын, бірақ та толық болмай қалды. Сондықтан да сол влогтың үзінділерін біздің қалай қыдырғанымызды көріп алыңыздар. Сәлем достар, мен жаңа влогым қош келдіңіздер. Бүгінгі влог бізден Мирфантазиядан басталып жатыр. Мен кәнелерменен Мирфантазияда жүрміз. Нұрым бар. Очередь күтіп тұрмыз.
мінекей біз осылай фэнтези паркте қыдырдық. Шын айтқанда мен бұрында өте сондай көп экстремально адреналин көп болатын горкаларға отырған жақсы көретінмін. Осы жолы вот цепочкадан кейін шынымен давлением түсіп кетті ма, көтеріліп кетіп өте қатты қиын болып кетті. Наверное, қартайған сияқтымын. Және кішкене қысқаша жаздың қорытындысын жасағым келген болатын. Өйткені мен басқалар сияқты инстаграмда сторис жасаған жоқпын. Өйткені жазым прям андай күшті болды, енді прям әр күні прям необычный болды деп айта алмаймын, но жақсы болды, ренішім жоқ. Бірақ мен өте жақсы нәрсені түсіндім жаздың соңында, және қазір сол нәрсені уже ретке келтіріп жатырмын. Күздің мысалы 12-ші күні болса да. Бірінші ай жаздың менде незе практикамен өтті, және практикамен өткеннен бұрын мен ол қалай болатынын, не істейтінін білген жоқпын да, сол үшін ол айға көп пландар болған жоқ, көп пландар орындалған жоқ. Және өте жақсы бір экспириенс дейді ғой, сондай болды. Өйткені қандай десеңіздер, мен жазда бір ай Айдана және Арай деген подругаларменен бірге тұрған болатынмын. Сіздер влогтардан көрдіңіздер, олар бір жұмыстармен қалаға келді, мен үйімде қонақта болды. И мен всегда армандайтым да, сондай подругалармен тұрған, қандай қыздарменен тұрған, қандай, өйткені мен түрік көрген жоқпын ғой. И өте жақсы экспириенс болды. Жақсы да жақтарын көрдім, қандай минустары бар екен деп көрдім. Екінші айында мен ойламаған жерден Алакөлге бардым. Ол жерден ешқандай влог болған жоқ, өйткені ойламаған жерден бардым. Бірақ та сондай жақсы демалып келдім. Өйткені карантиннен кейін бір жаққа барғанда сен сол нәрсенің демалыстың маңыздылығын көбірек түсінетін сияқтысың, иә. Және мен просто барған жоқпын, ем үшін бардым. Және де білесіздер, мен бір жыл бұрын емделіп жүргенімді, сол жайлы да осы келесі бір бөлек видео түсіретін боламын. Сіздерге қызық болса, не үшін емделдім, қалай емделдім. Және де келесі половинасында бізде Диана деген менің жақын подругамның тойы болды, оны уже барлықтарыңыз білесіздер. Және де бұл мен үшін өте бір жақын подруганың имеется в виду тойы болды. Бірінші рет біз үлкен адамдарша прям дайындалып өте көп ат салыстық, өте көп нәрсеге. Бұрында мысалы кішкентай кезімізде болса, үлкен кезімізде басқаша қарадық. Өмірімде бірінші девичник жасап көрдім, реально организатор ретінде. Потом бірінші ұзат құдалықтарда болып көрдім. Оған дейін бұрында кіші кезінде болдым, бірақ ол кезде ол нәрселер басқаша көрінетін да. Осы жолы келіндік өмірді кішкене былай ішінен жақынырақ көрдім десем болады. Өте жақсы тоже экспириенс болды. Және де мен айтады ғой, жазылған нәрселер орындалады дейді. Вот шын негізі осы телефоныма заметкеға жаза істегім келетін нәрселер жазып қойған болатынмын, бірақ орындалмай білмейтінмін. Бірақ все-таки жазып қойған болатынмын. Солар реально өзім ойламаған жерден болса да орындалды көп нәрсе. Одан кейін августта қайта шуға қайттым. Жаңа жұмыс орнына тұрып өзімді жаңа бір жағымнан көрдім, жаңа бір қырымды аштым десем болады. Өйткені мен бірінші рет именно осы сату жағында, яғни мен ол жерде продавец консультант болдым ғой, свадебный көйлектер магазинде, салонда. Вот сондай жақтан өзімді бірінші рет көрдім. Өте көп нәрсеге үйрендім. Көйлектердің жағынан байланысты невесталардың түр-түрін көрдім. Өте тоже жақсы экспириенс болды. Типа менің английскимді оцените, зацените. Одан кейін менің туған күнім болды. Туған күнімде де басқаша бірінші рет Алматыда болды. Екіншіден бірінші рет кафеде емес болды. Екінші рет жаңа адамдардың қасында болды. Жаңа списоктың ішіне мен жазып қойған болатынмын, көбірек жаңа адамдармен танысу деп. Өйткені мен өзім жабық адаммын, мен көп танысулардан өзімнің ұялшақтығымнан қалып қоямын. Осы жылы оны реттегім келеді. Шынымен қазір барлық танысуларға ашықпын. Если сіздер де Алматыда болып кездесіп танысқаныңыз келсе, қыздар, нормальный адамдар, маған дайректке жазыңыздар, кездесейік, қыдырайық, танысайық, араласайық. Вот сол тоже жаңағы осы жазда көп адамдарменен таныстым, жақсы адамдарменен таныстым. Вот солай, содан кейін жаздың аяғында вообще ойламаған жерден басқа жаққа көшіп кеттік. Солай мен жазым өтті. Егерде осылай қысқа сөзбен айтатын болсақ, сіздер де өздеріңіздің жаздарыңыздағы ең есте қалатын, ең күшті или там білмеймін, ұнаған нәрселеріңізді жазып кетіңіздер. Барлықтарыңыздың оқуға риза боламын. Еще бізде картошка по-деревенски болған болатын, бірақ та уже бәрін жеп тастадық. Түсіруге ұмытып кеттім, қарным ашып ұйықтап тұрғаннан кейін сразу тамаққа отырдық. Еще соустар болды, белый, красный. Барлығын Баука өзі қолменен жасаған. Күшті, дәмді болды, прям нереально.
Кстати, сіздерге кукингті көргенді қалай ұнайтынын білемін, өйткені маған да біреулер тамақ істеп жатқанын көрген ұнайды. И вот қазір мен жақында чечевичный суп істеген болатынмын. Алдында, жақында деп алдында соны көріп алыңыздар. Дәмі күшті тамақ ішкен әрине күшті, бірақ та қараңыздар, одан кейін просто миллион ыдыстардың бәрін жуу керек, еще өте майлы. Кстати, қазір как раз новый алған немді гель посудыды жуып көремін, өйткені жазып тұр. Удаляет жир даже в холодной воде деп тұр. Көреміз енді қазір қалай болатынын, өйткені тамақтар өте жирный болып тұр. Вот, и, кстати, көшу жайлы, көбісі мен негізі көшу ватқан кезінде влог түсіріп бастағанмын. Бірақ енді көшкен кезде білесіздер ғой қалай заттардың көп болып кететінін, айтады ғой кедей болсаң көшіп көр деген сияқты. Өте көп уақыт кетіп, уақытым болмай қалды, қолым тимей кетті. Сонымен кішкентай ғана үзінділері бар, қазір оны келесі торте салатын боламын. И, кстати, неге екенін білмеймін, бірақ көбісі біздің жаңағы бұрында тұрып жатқан жерді біздің квартира деп ойлапты. Бірақ та ол просто арендаға алып квартира, и мынау да сондай арендаға алып квартира. Біздің квартира мен үйіміз деп айтамыз, просто өйткені енді осы жерде уақытша болсын тұрып жатсақ та, бұл енді уақытша үйіміз. Енді мен айтпаймын ғой, біздің арендаға алатқан квартирамыз, соққа баратырмыз деп, үйімізге баратырық деп айтқан, үйімде деп айтқан ыңғайлы ғой, дұрыс па? Сондықтан да барлығы пока что арендаға алатқан квартиралар. Енді болашақта, конечно, құдай қаласа, квартира аламын, құдай қаласа, сол кезде сіздермен бөлісетін боламын деп түрде. Ал қалған барлық менің үйім деп айтатқандардың барлығы жалға алып жатқан үйлер. Менің бір ғана үйім бар, пока что ол шуда. Вот, шатастырмауларыңызды сұраймын. Қазір вот менің киімдерді жинаған видеомды көріп алыңыздар. Ал уборка басталды, киімдерімді жинап жатырмын. Бауканың да менің де көріп тұрғандарыңыздай шкаф бізде кішкентай бұл жақта, и сол үшін бір вешалкаға бірнеше киімнен ілу керек, а то сыймайды. Және де көбісі менен қазір дайректке Алматыға енді келіп жатыр еді, квартира қалай табуға болады, көмектесші, кеңес айтшы деп жатыр. Біріншіден мен риэлтор емеспін, мен ондай агентство емеспін, бірақ сонда да сіздердің сұраныстарыңызды бос қалдырғым келмейді. Бәріне бөлек-бөлек жауап беруге де мүмкін емес. Барлықтарыңызға бірден жақсы жауап бергім келеді. Енді менде опытым көп емес, бірақ бәрібір де кішкентай болса да көмегімді, кеңесімді айтқым келеді, көмектескім келеді. Сондықтан да если қаласаңыздар, келесі менің шығатын влогымда сіздерге кішкентай өзімнің кеңестерімді айтып кететін боламын, қаласаңыздар егерде. Және сіздерден тағы да сұрап кетейін, видеоларға осылай озвучка жасағаным ұнайды ма, әлде музыка қойып миларыңызды ашытпай қояйын ба әңгімемен? Сонда жазып кетсеңіздер, мен келесі влогтарда, видеоларда ескеретін боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Наконец-то ыдыстарды жуып, кухня тазалап біттім. Мына жақта қазір кептінге қойдым. И сабақ істеуге бара жатырмын, өйткені сабақ істеу керек, ертең менде лекция, семинарлар понедельник күні 3 па 4 па сабақтан болады. Қазір өте көп лекциялар жазу керек. Сол үшін қазір дәптерлерімді, ручкаларымды алып сабақты бастаймын. Кстати, мен сіздерге өзін алған дәптерлерімді көрсеткен жоқпын ғой универге. И келесі, наверное, уже келесі влогта я ертең түсірем. Жаңа влог бастап, ертең уже универдің ішін сіздерге көрсетемін. Менің универдің нелерімді, дата-группингтерімді көрсетемін. Кім түскісі келеді. И соларменен сіздерге типа кішкентай қысқаша back to school жасаймын. Вот, кстати, еще квартира жайлы. Яна мен айтып кеткендей, сіздерге келесі видеода, если что, қысқаша советтер беріп өтемін, кеңестер, өйткені не дегенмен кішкентай болса да опытым бар, пайдалы болады деген ойдамын. Квартира іздеуге байланысты.
Және де мен сіздерге осы бүгінгі влогта қысқаша үйдің ішін көрсете салайын деп ойлаған болатын, бірақ та уже үлгермей жатырмын. И плюс мен үйді жинап үлгерген жоқпын. Шашылып жатқан үйде мен түсіргім көрсеткім келмейді. Плюс маған же сыпырғыш алу керек, өйткені біздің сыпырғыш жоқ. Сол үйдің барлығын жинап, потом барып сіздерге қысқаша хаус-тур түсіремін. Егер де осы видеода так 20 и 22 мың просмотрдан көп болса. Давайте тезірек соны жинап тастайық и сіздерге күшті қып менің кішкентай уақытша квартирамызды көрсететін боламын. Так, кітаптарға келетін болсақ, көп болды сіздер кітаптарын көрсетпегенмен, мен мына кітапты әлі оқып жүрмін. Вот аз ғана қалды. Халид Хасейннің соңғы кітабы еді, тегі бітіре алмай жатырмын. Потом айтатын боламын отзывын, 3 кітап туралы жалпы ойымды, я айтқанда вот. И еще ертең емес, даже вторник күні мен сториста өзімнің болашақта осы кітаптан кейінгі оқитын кітаптар және оқымаған кітаптардың списогын көрсетемін. Менде өте көп кітаптар бар оқымаған, мына полкада тұр. Соны вторник күні сториста көрсететін боламын. Если что, кірсеңіздер болады, қызық болса. Вот мен жерден лекциям жазып біттім бір сабақтан. Финансовое право, қаржы құқығы деген сабақтан жазып біттім. Былай. Ой, еще мен не жазым, мына дәптерге мен не арнайы деп шештім. Терминдарға, яғни судебный, правовой терминдарға қатысты нәрселер, декларация, қандай декларациялар бар деген сияқты арнайы деп шештім, соны да жаздым. Енді қазір душқа кеттім, ал сағат уже 2:30 болды. Негізінде әлі де сіздермен бірге қозғағым келетін, особенно комментарияларға бір комментарий жауап бергім келген еді. Бірақ та енді влог слишком ұзын болып кеткен сияқты, слишком көп әңгіме болып кеткен сияқты. Бірақ та өлей маған сенімен сөйтіп сөйлескен влог ұзағырақ болған, жасаған ұнап қалды. Сіздерге қалай жалпы сондай темаларды қозғап сөйлесіп жүре берсем ұнайды ма? Міндетті түрде астына бөлісіп кетсеңіздер, және осы влог бойы мен сіздерге өте көп сұрақтар нелер қойдым. Комментарийға жазып кетіңіздер деп солардың барлығына ответ күтетін боламын. Ал енді мен влогты осы жерден аяқтап, сіздерді келесі влогта күтетін боламын. Сол үшін лайкпенен, просмотрменен, подпискамен қуантып қойыңыздар. Келесі видеоларда, влогтарда кездескенше всем пока.